жаратқаны, міне Алла тағалаға мыңда бір алғыс десе болады. Мінекей сонымен қоса жаңа айтып отырмын ғой, мына оушеминді де ішіңіздер. Бұл магний, магний. Магнийдің білесіздер, ағзамыздағы бүкіл зат алмасу процесіне, мына қан тамырларының жұмысы, бас мидың, тіпті мына ішектің қозғалып ұлы дәретке жақсы барудың бірден бір себебі осы магнийге байланысты. Мысалы, және де ол ойлайды, жұрттар ойлайды, аптекада да бар ғой магний, аптекадағы магнийді ішсе болмай ма? Жоқ, бұл органикалық. Біздің ағзамызға органикалық. Себебі біздің өзіміз біз тірі табиғатпыз, біз организмбіз, бізге органикалық заттар сіңеді. Органикалық зат қажет, сіңімді. Ол не істейді? Калий, кальций, натрий, ол не істейді? Ағзада нейтрализация жүргізеді, нейтралдайды. Яғни ағзадағы аурулардың бәрін нейтрализовать етеді. Неге сондықтан жаңағы осы өнімдерді, әсіресе біздер көбіне береміз гидромакстен баста деп айтамыз. Гидромакстен бастағандарыңыздар. Корл детокс алып жатады. Корл детокс плюстың ішінде гидромакс те бар, детокс та бар. Екеуі бірге. Корл детокс плюсты күшті қылып ойлап шығарған. Адамдар гидромакстың өзіне алғысы келмей детокстан бастайыншы дейді ғой. Сондықтан компания Корл детокс плюс деп жасап қойған, оның ішінде жаңағы гидромакс пен корл детокс екеуі бар. Сосын сорбент люцерна қосылған. Сорбент не істейді? Ол сорбент ағзадағы токсиндердің, жаңағы қышқылдардың бәрін сорып, ішектегі қалған қалдықтардың сыртқа шығаруға, тұздарды сыртқа шығаруға көмектеседі. Сондықтан жаңағы адамдардың кейбіреулер жаңағы айтады ғой, булочка жеймін, анау жеймін, булочка деген тұрған мен қышқыл тамақ, торт деген тұрған, себебі шекер бар жерде, ұн бар жер, оның бәрі қышқыл. Ағзаны не істейді? Біздер айтамыз ғой, макарон тамақтарды көп жемеңіздер, тек твердый жаңағы қатты сорты, онда да күнде емес, қатты сортты бидай болмаса, бидайдан жасалған болмаса деп айтамыз. Себебі неге? Макарон қамыр былшырап, ол ішектің бәріне жабысып, ол тазарып болмайды. Өткен неде аптада біздер не істедік қой, ішектің несін салдық. Ішек туралы, ішектің лас ішекті, жапон ғалымы айтып жатыр. Міне ішектің видеосы, мынау мінекі сау ішек, тап-таза ішек дейді, ешқандай ештеңе жоқ. Мынау жаңағы немен рак, молочный железімен ауыратын әйелдің ішегі дейді. Содан кейін барып, бірнеше айдан кейін тазарғаннан кейін ішек кішкене тазарғанын көрсетеді. Сонда біздің ағзамыздың ластану, жаңағы біздің айтып тұрған закисление, сол закислениядан, сәл закислениядан басталып, ауыз қуысындағы ары қарай глубже кетіп ішекке барған кезде, яғни әбден адам ағзаның ластануының 6-7 этапына қарай адам өтеді деген сөз. Невозвратный точка деген болады, вот соған бару. Мысалы, соған дейін жүреді адамдар, соған дейін, мен білмейміз дейді. Бірақ, неужели, мысалы, шаршау. Мен, мысалы, неге мен шаршай беремін? Неге менің аузым кеуіп тұр? Деп сөйтіп сұрақ қоюға болады ғой адамдар, өзіне. Біздер мінекей, қараңыздаршы, біздер әлі кешігіп көреміз ғой. Сол сияқты жаңағы. Соның басым неге ауыра береді? Мысалы, менің өзім, мана бір сөз жолдасым айтып жатыр да, кейбір адамдар бар жаңағы, су ішпегеніне мақтанатын, терлемегеніне мақтанатын адамдар бар деп. Ол дұрыс емес екен, ол дұрыс емес нәрсе екен. Мысалы, терлемеу деген, ол дұрыс нәрсе емес. Лимфаңыз жұмыс жасамайды деген сөз. Біздің Тарал клубында сондықтан да бірінші кезекте гидромакс, я болмаса корл детокс плюстен бастап ағзаны тазалаңыз. Бір айда дұрыс тазаланбай ма, 2-ші ай тазалаңыз. Сөйтіп ағзаңыз тазаланғанша, маған су әкеліп беретін адам бар ма? Айтыңдаршы. Мен суын бөтелкемді көріп қалыпты. Суымды әкеліп берді. Содан кейін ары қарай глубокий очистка.
Паразитарный программа. Неге біздер мына комплексіне түрде өтпейміз? Біреулер айтады, түйе затпенен тазарайыншы. Қалай бір түйе затпен тазарасыздар, мен түсінбеймін. Мысалы, қалай бір түйе затпен тазарасыздар, ол ана клеткаға не керек бірінші кезекте? Клеткаға су керек, бір. Аминокислот керек, белок. Екінші жаңағы минерал керек, міне. Минерал, Бегім ағай ұстап отыр. Ашпицот, мына оушемин, оралмайн, минерал, калий, кальций деген оның бәрі. Үшіншіден витаминдер керек. Витамин неге керек? Бізге күш береді, бізге қуат береді. Витамин минералдың жұмысын сіңдіреді. Минерал витаминді сіңдіреді. Осылай бір-бірімен байланысты. Минерал белокты сіңдіреді ағзаға. Белокты сіңдіру үшін ағзаға минерал керек. Сосын олардың барлығын нететін фермент араластыратын. Май қышқылы керек. Май қышқылы неге керек? Біздің клеткамыздың сырты мембранасы осы май қышқылы керек. Сол май қышқылы жетіспеген жағдайда клеткада дұрыс, яғни болмайды. Клеткаңыз сіздің дұрыс болмады ма, сіздің ткандеріңіз дұрыс емес. Тканыңыз дұрыс болмады ма, онда сіздің ішкі дене мүшеңіз, органдарыңыз дұрыс жұмыс жасай алмайды. Ал енді органдар дұрыс сау болмады ма, онда сіздің 12 системаңыз, жаңағы метаболический процесті жүргізетін 12 жүйеңіз дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Сонымен сол өзімді айтайын деп отырған сөзім, өзім дым су ішпейтін едім, шөлдемеймін, жазды күні шөлдемеймін деймін. Оказывается, ол былай екен. Шөлдеу, ана гипоксия болған кезде уже адам шөлдеуді ұмытып қалады екен. Мына клетка уже шөлдеуді ұмытады. Ол басқа жерден су алуға тырысады. Ми басқа жерден су алып беріп жатыр. Жайлап. Сондықтан не істейсіз? Суды ішу керек. Сол бас ауру. Мысалы, мен басым қатты ауыратын, күнде ауыратын. Соның бір су жетіспеушілігі екен. Қалай мінекей корл-майнды бастап іштім. Жаңағы ол кезде корл детокс білістіген жоқ болды да, бізде паразитарный программада корл детоксты бәрі бірге. Программа жазып береміз, мынандай қылып адамдарға, соны ішеміз. Содан кейін қойды, сол басымның қалай ауырған, күнде анальгин, күнде пенталгин, жаңағы темпалгин, солардың барлығын ішетін едім. Сонда менің ағзамдағы ауру сол су жетіспеушіліктен басталған. Жаңағы ашу процесі басталған. Ашу, сілтілік, қышқылдық, тепе-теңдік немес. Соны ұстай алмаған организм бірте-бірте былай құрғауға қарай кете берді. Маған айтты, маған корл-майн керек, срочно деді. Сосын мен жақсы деп корл-майнды айттым. Мен өзім сенің нөміріңе ала берем деді. Жақсы. Сосын енді келесі күні сөйлестім, қалай алып кеткен екен. Еще дауысы біртүрлі болып отыр екен. Сосын неге ауырып жүрсің бе дедім. Белімнен қозғала алмай қалдым. Бүйрегім ба, қақшиып сөйтіп үйден шыға алмай отырмын деді. Сосын не бар деді бүйрекке. Мен айттым, сен енді корл детоксты алғаның дұрыс, комплексін корл детоксты дедім. Сосын жақсы, енді әуелі тағы скорый помощь бар ма деді. Бар дедім, скорый помощь. Карамуравин дерево, сосын сильвермакс, сосын люцерна. Содан сол күні алды, ішті. Сосын ертеңіне мен тағы хабарластым, қалайсың деп. Сөйледім, айтты, мә Гүлсия, мен нағып мына білмегем, мына су деген сендердің корл-майндарың жиза екен ғой деді. Жиза, нағыз жизнь екен ғой дейді. Тым қарным ашпайды дейді. Мына суды ішіп алсам дейді, вообще маған тамақ керек емес дейді. Бұрын тек жиі қарным аша беретін еді дейді. Мына суды ішкелі рахат дейді. Бірақ бұрында бір басында бір ішкенімде басымды ауыртып еді дейді. Мен айтым, дұрыс. Ол сенің су жетіспей, басыңа, миыңа су бармай, сосын лап етіп кислород барған кезде басың кішкене бетіп айналып, сосын 1-2 күнде қайтадан қалпыңа уже келіп дұрыс нормализация болады деп айтқанбыз. Сондықтан сосын келесі күн айтты, мен организмді иммунитетім түсіп кеткен сияқты, мен не істеуім керек, железі түсіп кетті, железный дефицитная анемия деп айтты деп. Соның корл детоксты сосын чеснок алғым келеді деді. Сонымен алды. Корл детокс, чеснок, карамуравин дерево, люцерна, корл-майн, мінекей осыларды алып ішіп жатыр. Күшті дейді.
керемет шаршамаймын. Бүгін күні бойы тамақ ішкен жоқпын, тамақ керек емес маған. Дұрыс дедім, саған тамақ керек жоқ, сенің клеткаңа мінекей осы тамақтар барып жатыр. Ол тазартып қана қоймайды, сенің клеткаңның тамағы. Еще сен, ал неге бұрын қарның аша береді? Себебі клеткаң аш. Клеткаңа минерал жетпей жатыр, клеткаңа витамин жетпей жатыр, клеткаңа май қышқыл жетпей жатыр. А соның бәрі мінекей мына Coral Detox плюс болып тұр ғой, қасында жаңағы люцерн алып жатыр, карамуран алып жатыр, чеснокты алып жатыр. Вот питание, әрі тазаланып жатсың. Вот мінекей сондай, соны түсінгеніне таң қалдым. Енді біздер көпшілігіміз ішіп жүрміз де, тиіп қашып ішіп жүргеніміз бар, жақсы ішіп жатқанымыз бар. Айта алмаймыз ғой, айта алмаймыз. Кеш жарық. Мен енді жаңа Карл майының өзінен керемет результат алдым. Енді оған кәдімгідей мен басымды иіп отырмын. Менде геморрагический васкулит 12 жыл болды. Геморрагический васкулит аутоиммунный системный ауру дейді ғой бұны. Дәрігерлер несі жоқ дейді, бұның емі жоқ дейді бұның. Маған айтты, қайда барсаң да бұның емі жоқ, тек 6 айдан гормон аласың. Міне сол гормон менің бүкіл организмімді бүлдіріп болды. Ал жазда соңғы рет гормон алдым. Одан кейін өзің айтып кеткеннен кейін әне міне деп жүрдім де, өткенде барып алдым сол. Осы мені. Жаңағы суын ішіп көрейінші ең болмаса. Суын ішіп көрдім, маған 10 күнге де жетпей, 7 күнде маған результат берді. Қалай дейсің ғой? Себебі геморрагический васкулит деген сосудтардың жарылуы, воспаление сосуд. Екі аяқтың енді қаралығынан адам көре алмайды. Тамырлар жарылады. Ол әуелі қызарып жарылады, сосын ісекті. Сол кетті, іскені кетті. Қарайып тұрғаны кетті. Молодец. Содан соң ұйқым тынышталды. Өзімді таңертең тұрғанда екі аяғыма тас байлап қойғандай болып жүретінмін. Кәдімгідей аяғым жеп-жеңіл деп басып көремін, рас па менің аяғым өтірік па деп. Содан жап-жақсы болып кеттім. Ал енді осыменен басымды иіп жүргенде, мен өткенде 4-5 күндікте мықты тұмау болдым. Енді тұра алмайтындай. Маған антибиотик салуға болмайды. Енді гормонменен ғана тоқтайды. Маған ауруға болмайды деп қойды, тұмауменен. Ал осы суменен тек суды ыстықтай іше бердім, тоқтатпай іше бердім. Міне сол жөтелде болған жоқпын. 2 күн мұрным бітті, ол қақырықтың бәрін судың өзі алып шықты. Шыны керек қой, енді сонда мен айттым, мынаның құдіреті шексіз екен. Мен не қылдым, 1 литрлікке 2-ін салып іштім, тұмау болған кезде. 2-ін салып іштім де, кәдімгідей ыстық суды, кәдімгідей H500-ты іштім. H500-тан 2-ін ішіп едім, миы кәдімгі менің басымды айналдырды. Кәдімгідей не жасады. Сосын біреуінен бүйтіп теңсіп кәдімгідей толқытты да. Содан соң керемет результат болды. Енді айта бер. Енді керемет, енді қалған қайсы продукциясын алу керек деп соны ойланып отырмын. Бүкіліне айтайын деп отырмын, шыны керек қой. Coral Detox'тан баста. Мәншүк. Плюс болса тіпті жақсы, плюс тұрсам. Айтам дедім, айттым ғой, менің жалғыз ғана нағашы апам бар. Мен соған деген рак поджелудочной железі болып деген диагноз қойды. Даже күнінде айтып қойған ау деймін. Қайта 3-4 ай деген өмір сүретін уақытын. Сонда дейді, мен не бердім дейді. 4 Coral майын салдым дейді, 0,5-ға. 0,5-ға 4 Coral майын салдым. Күніге 20 H500 ішкіздім. 20 ассимилятор ішкіздім. Сосын тағы не дейді, пентакан, омега тағы бір сондайлардың бәрін бердім дейді. Аяған жоқ, төпеп бердім дейді. Содан жаңағы кемпір, кісі жақсы болды деп отыр, жақсы болды, басын көтерді. Балаларының бәріне айттым, жалындым, түсіндірдім. Кәдімгі жалынып отырып, балдарына айтып, соны алдыртып, ішкіздім. Қазір жақсы болып, неден шықты дейді. Кризден шығып, уже восстановление
болып жатыр дейді. Бұл не деген сөз? Жаңағы Мәншүкті айтып отыр ғой, 1 литрге 2 ұн салып ішін грипп болған кезде, көрдіңіз бе, күшейту керек та, ағзаны очелачивать ету керек. Осыдан 31 жылы, 1931 жылы неміс ғалымы сол айтқан ғой, мына Отто Барбур, тұщы щелочной средада раковый клеткалар өмір сүре алмайды. Вот, көрдіңіз бе, жаңағының дәлелі, жаңағы әйелдің айтып отырғаны, вот ракпен ауырған адамға жаңағыдай антиоксидант H500 деген, антиоксидант, анти деген сөз қарсы, оксид деген сөз, жаңа тотығу деген сөз ғой, тотығу, очелачивает ағзаның бәрін, тотығу процесін сыртқа қарай шығарады деген сөз. Ал ассимилятор не істейді? Ассимилятор ол ағзадағы жаңағы өлген клеткалардың бәрін расщеплять етеді, ауру клеткалардың бәрін өлген расщеплять етіп, сосын ағзадан тазартып шығарады. Қанды сұйылтады, қанды тазартады. H500-та қандағы раковый клетканың свободный радикалды болдырмайды H500. Көрдіңіз бе? Неге сондықтан жаңағы адам, біздер айтымыз, ой, ақша дейміз ғой, ақшаға, бірақ денсаулық құрыса, ол ақшадан жаңағы пайда жоқ қой, действительно. Өткенде жап-жас келіншек 30-да, 32-демін деді ме, 33-демін деді ме? Біздер өзімізді неге жақсы көрмейміз дейді. Өзімізді неге жақсы көрмейміз? Біз ауру болсақ, біз кімге керекпіз? Ешкімге де керек емеспіз. Ауру адамды күту, ауру адамды баптау, әрине, балдарың амал, енді әкесі, шешесі болғасын бағады, бірақ оңай емес оларға. Салмақ түсіру ғой, салмақ түсіру, қиналады. Иә? Ал енді өзің де қиналасың, өзіңнің жаныңда. Ал енді мынандай мүмкіндік болып тұрғанда, ауырмай, сау саламатта аяғыңмен жүріп, барып солай болуға мүмкіндік беріліп тұр. Осыны айту керек, осыны пайдалану керек.